Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Үгітілмелі дәм аузыңызда ерейтін печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге алдын ала електен өткізілген ұн және де 82% сары май қажет болады. Қолымызбен осылай крошки дайындаймыз. Содан соң 20% қаймақ және де жарты шай қасық разрыхлитель қосамыз. Қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Қолымызбен осылай қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене біріге бастаған соң енді бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін шауып 20 минутқа тындырамыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Барлығы біркелкі болып шығу үшін таразының көмегімен немесе дәл осылай көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Бөліп алған қамырларымызды қолымызбен домалатып, жаюға ыңғайлы етіп қоямыз. Бұл печеньені тапсырысқа дайындасаңыздар болады. Қамыр өте үгілмелі және де дәмі керемет болып шығады. Бөліп алған қамырымызды жаятын боламыз. Егер де қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Ортасына сапалы вареный сгущенка пайдаланамыз. Егер де сапасыз болса, біздің вареный сгущенкамыз, яғни начинкамыз ағып кетуі мүмкін. Начинкамызды салып, печеньемізді ораймыз. Қалған қамырымызды да дәл осылай жайып ораймыз. Дәл осы кезде пешіміздің астын қосып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің үгітілмелі дәмі өте керемет болып шығатын печеньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.